Соңғы сынақ. Баяғыда таудың бір қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті құс өмір сүріпті. Өзгелерге өрлігі мен өнеге болған әлгі бүркіт бір жылы өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандарының қанаты қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз қалған уақытында бүркіт 3 балапан уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатқан ол, өзіндік өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып бұлай деп сұрапты. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскесін осының өтеуі ретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар? Біріншісі айтыпты: Анашым, сенің ақ сүтіңді ақтау үшін қолымнан келгенін барлығын жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма арқалап алып жүремін. Дүниенің 4 бұрышын аралатамын. Таңғажайып тамашаларды көретін боласың, депті. Сонда бүркіт басын шайқап, уысындағы балапанның теңізге тастап жіберіпті. Сосын екіншісіне бұрылып: Ал сен не айтасың? Екіншісі айтты: Анашым, мен сені ел аралатып босқа әуре қылмаймын. Ғаламның барлық кереметін алдыңа кеп беремін. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады, депті. Бүркіт тағы да басын шайқап, екінші балапанын су тұңғиығына тастап жібереді. Үшінші балапанына бұрылып, жарқыншақ толы дауыспен бұлай депті: Ал сен мені қалай жарылқамақсың? Сонда үшінші балапаны бұлай деп үн қатыпты: Анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған ащы ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылығыңның шеті де, шегі де жоқ екенін, оның өтеуі де бүкіл ғұмырымды арнасам да жетпейтінін білемін. Дегенмен менің өмірім сені әлемді аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа алып келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Мен сенің маған жасаған жақсылықтарыңды өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін боламын. Кәрі бүркіт сонда ғана көкірегін кере терең дем алып, біздің әулет аманатын арқалаған, әулет аманатын алға апарар қыран деген атқа лайық бола алар ұрпақ туылғанына көзім жетті деген екен. Халал және харам табыс. Бір жас жігіт қағбада: Ей дұрыстардың көмекшісі болған Аллахым, ей харамдардан сақтанғандардың көмекшісі болған Аллахым, саған шүкір етемін деп қайталай береді. Біреу келіп: Неге қайта-қайта бір дұғаны қайталай бересің? Одан басқа еш нәрсе білмеймісің, деп сұрайды. Сонда ол былай деп түсіндіреді: Осыдан 7-8 жыл бұрын қағбада жүргенде, ішінде 1000 алтыны бар қалташық тауып алдым. Ішімнен бір дауыс: Бұл алтындармен мына нәрселерді жасай аласың, деп құтырып жатқан еді. Өз-өзіме: Жоқ, бұл менікі емес. Біреудің затын қолдануым харам болады, дедім. Осы кезде біреу: Мынандай қалташық тауып алған адам бар ма, деп айғайлап жүрген еді. Оны шақырдым. Қалташығын қандай екен суреттеді де, ішінде 1000 алтыны бар деп айтты. Қалташығын қайтарып бердім. Ол да маған қалташықтан шығарып 30 алтын берді. Базарға бардым. Таза реңді бір жас тұтқын баланы мақтап сатып жатқан еді. Ол жас баланың тазалығы менің назарымды тартты. Бұл тұтқын үшін қанша сұрайсың, дедім. 30 алтын, деп жауап берді. Алтындарды беріп, ол жас баланы сатып алдым. Арадан 1-2 жыл өтті. Жас бала өте еңбекқор және әдепті еді. Бір күні онымен кетіп бара жатқанда, алдымыздан 3 кісі келе жатқанын көрдік. Жас жігіт маған: Мырзам, мен Фас әміршісінің баласымын. Мына келе жатқандар әкемнің адамдары. Мені іздеп жүргендер, деп жауап берді. Сенен мені сатуыңды сұрайды. Сен жақсы адамсың, 30 000 алтыннан төмен сатпа, деді. 3 кісі қасымызға келіп: Бұл тұтқынды бізге сатасыз ба, деп сұрады. Сатамын, бірақ 30 000 алтыннан төмен болмайды, дедім. Біраз саудаласып болмаған соң амалсыз қабыл етті. Алтындарды беріп, жас жігітті алып кетті.
Мен бұл алтындармен жұмыс орындарын ашып, сауда-саттықпен айналысып, одан да байып кеттім. Бір күні туыстарым өте бай бір отбасының жақсы қызы бар. Әкесі жақында қайтыс болды. Онымен сені үйлендірейік деді. Мен де болады деп жауап бердім. Неке қиылды. Түйеге артылып қыздың жасауын алып келді. Жасауының арасынан бір қалташық менің назарымды ерекше аударды. Жұбайыма бұл не деп сұрадым. Ішінде 970 алтын бар. Әкем бір кездері қағбада жоғалтқан екен. Тапқан адамға 30 алтынын беріпті, қалғанын маған сыйлады. Жасауыңа қосарсың деп жауап берді. Демек бұл алтындар менің ризығым екен. Қайтарып бермегенімде харам жолдан келер еді. Ал қазір болса халал жолдан өзіме қайта оралды. Маған көмектесіп харамдардан қорғаған, көптеген нығметтер сыйлаған Раббыма шүкір етемін. Ащы да болса шындықты айтыңдар, бәрібір тағдырға жазғанын көресің. Несібеңнен артығын көрмейсің. Таксист жігіттің басынан өткен оқиға. Бұл оқиға Иракта болған. Бір мұсылман әйелдің күйеуі қайтыс болып, 3 баласымен жесір қалады. Бұрын қызметте болмаған әйел жұмыс іздеп, қанша есікті қақса да жұмыс таба алмайды. Ал материалдық жағдайы күннен күнге төмендей береді. Көмектесер адамы да жоқ. Ыстық тамақ ішпегендеріне 3 күн толып аштықтан әбден әлсіреген әйел бір күні намыс, ұят дегендерді жиып қойып, балалары үшін көшедегі бөтен адамдардан көмек сұрамақшы болып шешім қабылдайды. Сыртқа шығып бірер көше жүргеннен кейін маңайдағы көп дүкеннің бірінің алдына тоқтаған такси мен одан түскен клиентті байқайды. Әйел, жаңа ғана адам түсіргеніне қарағанда маған көмектесетін шамасы бар болар. Не болса да барып көмек сұрап көрейін деп ойлайды. Рөлдегі Хасан есімді жүргізушіге жақын келген әйел, Алла разылығы үшін көмектесіңізші. Бұл өз басым ғана үшін болса, бұлай арымды таптағанша аштан өлуге дайын едім. Бірақ балаларымның аштықтан жылаған көз жасына шыдай алмадым. Балаларым үшін көмек қолын созыңызшы, деп көзі жасқа толып, жасаурап тұрды. Хасан не істерін білмеді. Бір құлағына шайтан сыбырлап, сенің өзіңе де көмек керек қой. Қайыршыларды тыңдап қайтесің. Өздері көбейіп кетіпті. Одан да үйіңе қайт. Күтіп отырған әйелің, бала-шағаң бар дегендей. Бірақ Хасан иманды жан еді. Әйелдің басына шын қиындық түскенін шарасы жанарынан ұғып, Алла разылығы үшін деген сөз ібілістің азғыруын жеңді. Әйелдің сыртқы сипаты да қайыршыға ұқсамайтын еді. Ақыры не керек қойнынан әмиян суырған Хасан ішінен қомақты соманы алып әйелге ұстата салды. Орнынан қозғалып кете барды. Күтпеген байлыққа алғыс айтып та үлгермеген әйел орнында тұрып қалады. Есі шығып қуанған ол, сол бейтаныс жанға Алланың мейірімін сұрап, дұға етумен болады. Хасан көлігінің әбден желінген дөңгелегін ауыстырсам деп, ұзақ уақыт бойы жинаған ақшасын әлгі әйелге ұстата салғанын кейін ғана түсінді. Жолдың тайғақтығынан түрлі жол апаттарының болып жүргенін білетін әйелі де дөңгелегіңді ауыстырсаңшы деп күнде есіне салатын. Сол күні де дөңгелек туралы айтқан әйеліне не дерін білмеді. Бұл әңгіме бірнеше күнге созылды. Әр күні кеште әйелінен сөз ести шаршаған Хасан шындықты айтуға батылы жетпей, көлігінің дөңгелегін ауыстыруға бір кісімен келіскенін, оның қолы тигенде барып істететінін айтты. Әйелі де тынышталғандай болды. Бір күні кешкісін әйелі сені іздеп әлгі кісінің келгенін айтты. Осы мекен-жайға келсін, көлігінің дөңгелегін ауыстырып беремін деді. Мұны естіген Хасан өз құлағына өзі сенбей тұрып қалды. Ешкіммен келіспегені өзіне аян. Сонда бұл кісі кім? Қолына мекен-жай жазылған қағазды алып, таңның атуын асыға күтті. Түні бойы бұл кісі кім, маған дөңгелек ауыстыру керектігін қайдан білді? Деген сияқты сұрақтар мазалап, ұйықтап жатырған жоқ десе де болады.
Таңертең ертемен тамағын да ішпестен сол күйі шиномонтажға келген Хасанның алдынан бейтаныс жігіт шығып: «Сен таксист Хасан боларсың?» деп сұрады. Жауап күтпеген күйі Хасанды құшақтай алған жігіт: «Құдай үшін айтшы маған, сен не істедің?» 3 күн бойы түсіме кіріп, пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзі кіріп, сенің дөңгелегіңді ауыстырып беруді бұйыратындай сен не істедің, айтшы деп жылай берген екен.